Сәлем достар, бүгіннен бастап осы каналда жаңа рубрика. Ол комикстер арқылы және иллюстрациялар мемдар арқылы ағылшын тілін үйрену. Суреттегі кішігірім сөйлемдерге қарап, ондағы грамматикаға тоқталамыз және көптеген жаңа сөздер үйренетін боламыз. Осындай жолмен сөздерді жаттау оңай болады, себебі белгілі бір иллюстрациямен, белгілі бір кейіпкерлермен еске сақталатын болады. Мем және комикс қарастырғандықтан мұнда ауызекі тілде қолданылатын тіркестер мен сөздер өте көп кездесетін болады. Сондықтан да видеоның аяғында әрқашан сол иллюстрацияларда, комикстарда кездескен жаңа сөздерді тексеріп, бекітіп, еске сақтап отырамыз. Сонымен егер дайын болсаңыздар, кеттік. Бірінші иллюстрация. The less you respond to negative people, the more peaceful your life becomes. Бірінші жаңа сөздерді қарап алайық. Respond жауап беру. Negative people, negative адамдар. Peaceful ол бейбіт, тыныш деген сөз. Және become болу. Орысша айтқанда становиться. The less you respond to negative people дегеніміз негативті адамдарға азырақ жауап берген сайын соғұрлым өмірің бейбіт, тыныш болады. Енді мұнда грамматикалық бір тіркес тұр. The less, the more деген. Less азырақ, more көбірек. Және бұл сөзді қазақшаға неғұрлым, соғұрлым деп аударуға болады. Тура осы the less, the more конструкциясын пайдаланып, келесі бір мақалды ағылшыншаға аударып жазыңыздар. Аз сөйлеген сайын көп білеміз. Келесі, the grass is greener where you water it. Grass шөп. Шөп жасылдау. Онда green сөзіне er жалғанған, ол салыстырмалы сын есім. Жасылдау деген сөз. Where you water it. Сен суарған жер. Water тек зат есім ретінде су деген мағынаны білдірмейді. Ол етістік ретінде де суару деген сөзді де білдіреді. Негізі орыс тілінде мақал бар. У соседа трава зеленее. Яғни басқаның өмірі, басқаныкі бізге жақсырақ көрінеді біздікіне қарағанда. Бірақ мұнда сәл бұрмалап өзгерткен. Яғни жасыл болады, егер сен суарсаң. Келесі. Don't carry your mistakes around with you. Instead, place them under your feet and use them as stepping stones to rise above them. Carry көтеріп жүру. Суретте өзі көрсетіліп тұрғандай. Don't carry your mistakes. Mistake қателер. Around with you өзіңмен, өзіңнің маңайында, өзіңнің жанында деген сөз. Яғни өзіңнің қателеріңді өзің көтеріп жүрме. Instead, оның орнына, вместо этого, оның орнына, place them under your feet. Өзіңнің аяғының астына қой. Under, асты. Feet, аяқтар. Place деген орнату. Place, яғни зат есім ретінде орын, ал етістік ретінде орналастыру. Аяғының астына қой. And use them. Және оларды пайдалан. Қолдан. As stepping stones. As деген как, орысша айтқанда, ретінде деп аударуға болады. Step деген қадам, stepping stone деген баспалдақ. Stone жалпы тастар, тастан жасалған баспалдақ. Баспалдақ ретінде суретте көрсетілгендей. Тастан жасалған баспалдақ ретінде қолдан дейді. To rise above them. Rise көтерілу. Above үстіне. Оның үстіне көтерілу үшін аяғының астына орналастыр, өзіңмен бірге қателеріңді көтерме. Your direction is more important than your speed. Direction бағыт. Important маңызды. Speed жылдамдық. Мұнда салыстырмалы шырайды көріп отырмыз. More important деген маңыздырақ. Important бірнеше буыннан тұрады, сол үшін more сөзі қосылады. Сонда бағыттың жылдамдыққа қарағанда маңыздырақ делінген. You will never have this day again, so make it count. Will келер шақ. You will never have this day again. Бұл күн қайтадан сенде болмайды. So, сондықтан make it count. Оны сана. Яғни ол күнді жақсы деп есепте, яғни пайдалы болды деп есепте деген мағынада. Count санау. Be
proud of your progress. Proud of. Proud – мақтан тұту, гордиться. Progress, яғни прогрессіңне мақтан тұт. Proud етістігінен кейін of шылауы қолданады. Мысалы, мен сені мақтан тұтамын тіркесі I'm proud of you. Айтылады, proud of you. Don't compare your chapter 1 to someone else chapter 30. Don't compare. Compare салыстыру. Салыстырма. Өзіңнің бірінші бөліміңді chapter 1. Chapter деген сөз кітаптағы бөлімдер, глава. Бірінші бөлімде тұрсаң, мысалға басқаның 30-шы бөлімімен салыстырма. Someone else деген басқаның. Мұнда да apostrophe s тұр, яғни басқаның. Іліксептігінің жалауын білдіретінің. Басқаның 30-шы бөлімімен салыстырма. Делінген. Келесі. Trust is like a paper. Once damaged, it will never be the same again. Trust – сенім, доверие. Like a paper. Like – мұнда ұнату деген мағынада емес, сияқты деген мағынада. Орысша айтқанда как. Яғни, сенім ол қағаз сияқты. Once damaged – бір қираса, бұзылса, damage деген разрушаться, яғни, бұзылу, қирау. It will never be the same again. It will never be келер шақта жазылған will көмекші етістігі тұр. Яғни ол қайтадан дәл сондай болмайды. Again қайтадан деген сөз. Again опять снова. The same бірдей дәл солай. Яғни ол қайтадан дәл сол қалпына келмейді. Trust is like a paper. Once damaged, it will never be the same again. Be careful who you trust. Salt and sugar look the same. Careful, абай болу. Be careful, абай бол. Who you trust. Кімге сенетініңе. Trust деген сөз жаңа кездесті бізде. Сенім деген мағынаны білдіреді. Және ол етістік сену дегенді де білдіреді. Кімге сенетініңе абай бол. Salt and sugar, тұз және қант, look the same. Same бірдей. Бірдей көрінеді. Яғни түрі бірдей. Sometimes it feels better not to talk at all about anything to anyone. Sometimes. Кейде it feels better. Жақсырақ сезінеді, сезінуге болады. It feels better. Жақсы сезім тудырады. Not to talk at all. Мүлде сөйлемеу, сөйлеспеу. About anything. Ештеңе жайлы. To anyone. Ешкіммен де. Осы иллюстрация бойынша мен тоқталғым келетін грамматикалық ереже ол anything, anyone-ға байланысты. Егер сөйлем болымсыз болатын болса, ал бұл сөйлем бізде болымсыз, себебі not сөзі бар, ондай жағдайда any'дан басылатын сөздер қолданылады. Not, anything, anyone. Егер сөйлем болымды болатын болса, біз something немесе someone қолданамыз. Some приставкасын, префиксті. Ал немесе nothing және no one қолданылады. Ол да болымды сөйлемдерде қолданылады. Егер болымсыз болса any. Келесі иллюстрация. Don't be afraid of being a beginner. Afraid қорқу. Beginner, begin бастау. Beginner бастаушы адам, енді бастап жатқан адам, орысша айтқанда новичок. Don't be afraid қорқпа of being a beginner. Бастапқы новичок болуға қорқпа, былайша айтқанда. Бұндағы грамматикасына тоқталайық. Afraid деген сөз ол етістік емес, ол сын есім. Сондықтан да I afraid деп қана айтылмайды, егер мен қорқып тұрмын деген сөз. I am afraid. Am to be етістігімен қоса айтылады. We are afraid. Біз қорқып тұрмыз. You are afraid. Мұнда бұйрық райда жазылған қорқпа. Don't be afraid. Afraid of being. Мұнда of шылау және шылаудан кейін етістік есе ол герундияға айналады. Сонда don't be afraid of be a beginner емес, being a beginner. Яғни be етістігіне біз ing жалғап тұрмыз. Демек, бұл сөз being ол герундия. Келесі иллюстрация. A seed grows with a no sound. This is power of silence. Grow silently. Seed, тұқым. Grow,
өсу. Sound, дыбыс. Power, қуат, күш. Silence, тыныштық. Grow, өсу айтылды, және silently, тыныш. A seed grows, біріншісі тұқым өседі. Онда байқап тұрсыздар, grow етістігіне s жалғанған, себебі seed жекеше формада тұр, және ол present simple'да жазылған, сондықтан етістіге s жалғанады. A seed grows with no sound. Дыбыссыз өседі. Ешқандай дыбыс шығармай өседі. This is power of silence. Бұл тыныштықтың қуаты. Grow silently. Тыныш өс. Silent болса, қандай деген сұраққа жауап береді? Тыныш. Ол сын есім. Silently, ly қосылғанда ол үстеуге айналады. Және ол қалай деген сұраққа жауап береді. Болды, иллюстрациялардың барлығын оқып шықтық, аударып және талдап шықтық. Енді сол иллюстрациялардағы кездескен сөздерге және грамматикалық ережелер бойынша сіздерге сұрақ. Сонымен бүгінгі видео және осы жаңа рубрика сіздерге ұнады деп үміттенемін және пайдалы болды деп үміттенемін. Егер солай болса, онда міндетті түрде лайк басыңыздар. Егер каналға тіркелмесеңіздер, каналға тіркеліңіздер. Және осы видеоны достарыңызбен, туған-туысқандарыңызбен бөлісіңіздер, оларға пайдалы болады. Және төмендегі қоңыраушаны басып қойсаңыздар, жаңа видеоны жіберіп алмайтын боласыздар. Келесі кездескенше, бай!